Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге әсем. Бүгін сіздермен өте керемет, көпшілік қыздардың қалауы бойынша осы маковый пирогтың жасалуымен бөлісейін дедім. Дәмі енді бір жасағаннан идеальный шығады. Сол себепті міндетті түрде рецепті соңына дейін көріп, парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар және лүпіл басып жақыныңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ең алдымен ұнымызға қант ұнтағын, мак және қамыр қопсытқышты, бөлме температурасындағы сары майды қосамыз да барлығын жақсылап араластырып крошка жасаймыз. Бұл жерде қыздар май бізде бөлме температурасына болуы қажет, сонда сіздердің тесталарыңыз жұмсақ болып шығады. Қатты майды қосатын болсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалады. Мінекей осындай крошка дайын болады. Енді осы қамырымыздың үстіне жұмыртқаның тек қана сарысын қосып, қамырымызды біріктіретін боламыз. Бөлігінен ағуызын лақтырып жібермеңіздер, одан қазір меренга жасайтын боламыз. Енді қамырды жақсылап біріктіреміз. Осы тұрған құраммен жақсы, өте жұмсақ қамыр бізде дайын болады. Қамырға артық ешқандай сүт те, су да қоспайсыздар. Осы берілген құраммен осындай идеальный тесто болып шығады. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын болады. Осылай біріктіріп аламыз. Дайын қамырды енді салафанға салып, арасына қосылатын салмасын дайындағанша салафанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін біз меренгасын және салмасын дайындап аламыз. Бізге жұмыртқаның ақуызы 3 дана және қантты 3 бөліп осылай жақсылап көпіртіп алатын боламыз. Бірінші миксерді аз жылдамдығымен бастап, одан кейін қатты жылдамдығын қоя отырып, қантты 2-3 бөліп осылай меренгамызды көтеріп аламыз. Меренга бізде капризный екенін көбіңіз білесіздер, сол себепті міндетті түрде ыдыстарыңыз таза, құрғақ болуы керек және жұмыртқаның ағына жұмыртқаның сарысы кетіп қалмауы керек. Егер де жұмыртқаның сарысы да кетіп қалса, ыдысыңыз су болса, сіздерде меренга дұрыс шықпайды. Меренгаңыз дұрыс шықпағаннан кейін пирогыңыз да дәмсіз болады. Бізде төңкерген кезде меренга өзінің осы құрамын жақсы сақтап тұру керек. Енді холодильниктен қамырымызды алып, теңдей 2-ге бөлікке бөліп, 22-24 диаметрлік формаларға осылай жайып шығамыз. Мендегі қолданып жатқан форманың диаметрі 22 см. 22 сантиметрге негізі ровно кетеді қыздар тесто. Енді осы тестамызды жайып алғаннан кейін үстіне жаңағы дайындап алған меренгамыздың жарты бөлігін қосып, жақсылап жайып аламыз. Және де қыздар меренга дайын болғаннан кейін біз бірден духовкаға жіберетін боламыз. 170 градуста асты-үсті режимде 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Қатты меренгаларыңыз күйіп кетпесін. Енді қарап отырасыздар, пештеріңізді ашып, енді әркімнің пеші әртүрлі болғаннан кейін ол әрқалай пісуі де мүмкін. Енді осы меренгамыздың үстіне қалауларыңызша қатырылған малина немесе клубниканы қоссаңыздар да болады. Сонда дәмі де келіп тұратын болады. Арасына қосылатын, оған дейін кремін дайындаймыз. Бізге творожный сыр және де салқын сливки, одан кейін сахарный пудрамызды қосып, барлығын жақсылап біріктіріп, қою масса болғанша осылай миксерлеп аламыз. Қатты көп миксерлеп жібермеңіздер, май сияқты іртіктеніп суланып кететін болады. Басы біріккен бойда миксерлеуді тоқтататын боласыздар. Сол кезде кремдеріңіз жақсы шығатын болады. Жаңағы меренгамыз енді пештен алғаннан кейін толықтай суытып, одан кейін барып арасына кремін қосатын боламыз. Толық суығаннан кейін бірақ қосасыздар қыздар кремді. Ыстық күйінде кремді қосып жібермеңіздер. Арасына жарты кремді саламыз және қалған жарты кремді бетіне оформление ретінде де пайдалансаңыздар болады. Осы көрсетілген крем сіздерде бетіндегі оформлениесіне де ортасына да толықтай жетеді қыздар. Енді арасын осылай қасықпен жауып шығамыз. Келесі беткі бөлігіне мен малинамен жаққан бөлігін қойдым. Сіздерде осылай жасасаңыздар болады. Егер де ондай замороженный сіздерде жемістер болмаса, олай оформление жасап қою міндетті емес. Осылай бетіне әдемілеп, узорлап оформление жасадым. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оформление жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да болады. Бірақ креммен осылай жасаған маған ұнайды және өте керемет әрі дәмді көрінеді. Осылай әдемілі узорымызды жасап шығамыз да, бетіне посыпкаларын сеуіп, өздеріңіздің қалауларыңызша әрлей берсеңіздер болады. Және бірден кесіп жей берсеңіздер де болады, немесе холодильникке 1 сағатқа қойып, сіңгеннен кейін де жей бересіздер қыздар.
маковый пирогты бірден жинаған бойда мен кестім. Соның өзінде де өте керемет жұмсақ болады. Бірден кесіп жей берсеңіздер де болады. Мінекей, енді маковый пирогымыз дайын. Енді дәл осы құраммен сіздер тапсырысқа да жасап табыс тапсаңыздар да болады. Себебі бұл кәдімгі сатылымға да шығаруға болатын рецептпен де бөлістім сіздермен. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Және рецепт ұнаса парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойып, және видеоға еңбегімді бағалай отырып лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар, қыздар. Бұл маған шабыт сыйлайды. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк және подписка жасауды ұмытпаңыздар. Міне осымен дайын, өте жұмсақ әрі дәмді маковый пирог жасап көріңіздер. Ұнаса айтқандай лайк басуды ұмытпаңыздар.